Сондықтан біздің залға келіңіздер, жазылыңыздар. ММА-ға басқаша көзқараспен қарап үйреніңіздер. Бүгін сіздерге кішкене ММА жайлы айтып өткім келеді. ММА дегенде адамдардың көздеріне сразу UFC, жұқа перчатка, профессиональный боецтар, сынған мұрындар, жыртылған қабақтар сразу көз алдыларына сол елестейді. Мен сіздерге айтайын, ондай ұғым, ондай понятие 2000 жылдар қалып қойған ондай понятие. Қазіргі кезде ММА өз-өзін жеке спорт ретінде көрсетті. Жеке өзінің ережелерімен, экипировка жабдықтарымен жарыстар солай өтеді. Бұрынғы ережесіз жекпе-жек деген сөз, ондай ұғым давно қалып қойған. Енді ММА деген сөз жалпы қазақшаға аударғанда аралас жекпе-жек өнері дегенді білдіреді. Біздің мектепте сол өнер деген сөзге аса көп мағына береміз. То есть балаларды тек төбелесіп үйретпей, ұрып соғып үйретпей, баланы тактикаға үйретеміз. Тактический мышление, бойцовский IQ дейді ғой, жауынгерлік IQ дей ма, қазақшаға білмеймін қалай аударады. Сондайға үйретеміз. Ол жауынгерлік IQ деген сөз ол қалай? Ол сіздің қарсыласыңыздың любой сұрағына, кез келген сұрағына жауап беру. Любой ударына, соққысына, кез келген күресте істеген әдістеріне сенде жауап болу. Вот соны айтады бойцовский IQ деп. Ол жабай төбелесіп атып адамды құлатып сау емес. Солай баспен жұмыс істеу. Мысалы, шахматта сіз бір фигураны жүретін кезде артыңыздағы екінші фигураның жолын ойлап отырасыз уже. Міне дәл солай ММА дегенге дәл солай қарау керек. Вот, сол айтайын дегенім. Сондықтан біздің залға келіңіздер, жазылыңыздар. ММА-ға басқаша көзқараспен қарап үйреніңіздер.